Сәлем баршаңызға. Жұмыртқаны да сүтті де қажет етпейтін керемет болып шығатын пирогтың рецептімен бөлісемін. Сондай нәзік әрі 100% шоколадный болып шығатын пирогтардың бірі. 210 грамм ұнды електен өткізіп аламыз. 35 грамм какао, 10 грамм разрыхлитель саламыз. Барлығын венчиктің көмегімен араластырып, 180 грамм қантты салып, тағы да араластырамыз. Бөлме температурасында тұрған 1 стакан суды құйып, 75 грамм сұйық май құямыз. Барлығын біркелкі масса болғанға дейін тағы да араластырамыз. Пирогтың формасына барлық массамызды құйып, 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Енді шоколадный ганаш жасаймыз. Ол үшін бізге 3 ас қасық какао, 3 ас қасық сахарная пудра, 1 ас қасық крахмал қажет. Барлығын араластырып, 1 ас қасық суық судан құйып отырып, араластырып, біркелкі сұйық масса шығаруымыз қажет. Бізде осындай масса шықты. 1 сағаттай пирогымызды суытып аламыз да, бетіне осы массаны құямыз. Барлығын жан-жағына жеткізіп жағып шықтым. Шетіне де жақтым. Сақталған кокоспен қазір безендіретін боламын. Бізде осындай пирог болып шықты. Мега шоколадный десе де болады. Ең бастысы бюджетный пирогтардың бірі. Жұмыртқа да, сүт та, миксерда қажет емес. Жасап көріңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.